Барларыңыз қалайсыңдар? Жағдайларың қалай, жақсы ма бролар? Бүгін мен сіздерге ең нашар ойындарды көрсетіп боламын. Стоп. Мен нашар дегенде бытшыт графикасы нашар ойындарды айтып тұрған жоқпын. Ал трейлері керемет, бірақ та ойыны нашар өтеге сай емес ойындарды айтып боламын. Are you ready, my guys? Бірінші ойын бізде Ubisoft компаниясынан шыққан Watch Dogs. Ойын ең алғашқы трейлерінен бастап көптеген уәделер берді. Тіпті менің өзім қатты таң қалдым. Не деген керемет графон, не деген керемет атмосфера. Тіпті ойынның трейлерде көптеген уәде берді. Ойын әлемдегі ең керемет графикада болады. Ойындағы ашық әлемде полициядан қашасыңдар, пойыз тоқтатасыңдар, өзге адамдардың ақшаларын ұрлайсыңдар. Ойында сендер нағыз хакер боласыңдар. Ал бірақ та ойынның ішінде мыңдаған багтар, нашар жазылған сценарий. Ойынның движогын ескі Assassin'стан алған, және де хуйня графика. Трейлер мен ойын салыстырғаннан кейін көптеген ойыншылар Ubisoft компаниясының наёбщики, блядь! Наёбщики! екенін білді. Келесі ойын бізде Cyberpunk 2077. Бұл ойын Польша мемлекетінен пайда болған. О, курва! Ойынды танымал қылу үшін Киану Ривзді де шақырған. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Және де ол трейлердің көрсетілімде болған. Бірақ та біріншіден ойынның релизін үнемі артқа қалдыра берді. Екіншіден ойында миллион багтар болды. Ойынды тіпті Киану Ривз құтқара алмады. Ойын толықтай трейлердегі ойынға мүлдем ұқсамады. Ойынның керемет шығатынына ешкім күмәнданбады. Өйткені ойында Киану Ривз болды, және де оның алдынан шыққан Ведьмак ойыны Cyberpunk'тың әдемі шығатынына ешқандай күмән білдірмеді. Ойынның трейлер айырмашылығы өте үлкен болды. Мысалға ойынға кіргендегі адамдарды өзгерту, және де адамдардың тарихын таңдау. Трейлерді қиындау, бірақ та нұсқалары көп болды. Ал релизде шыққаны 3-ақ нұсқа. Ал енді геймплейға келетін болсақ, онда бұл жерде мүлдем басқа нәрсе. Біріншіден, ойынға кірген кезде бізге есікті өздері ашып береді. Ал релиздің кезде өзің ашып аласың. Және де релизде көптеген детальдар қосқан, өлі адамның түрін жапқан, және де диалогтар қосқан. Трейлердің кезде адамдардың аттары жазылып тұратын болған. Ал релиздік кезде оны өздерің сұрап аласыңдар, немесе анализ жасайсыңдар. Және де ойынның басындағы адамды өлтіру өзгеріп кеткен. Трейлер кезінде сендер адамды тұншықтырып, содан кейін барып тыныш өлтіресіңдер. Ал релизде сендерге екі таңдау береді: өлтіру немесе тұншықтырып тастау. Және де релиз кездер өте көп нәрсе қосылған. Бірақ та багтар мен қателіктердің кесірінен ол нәрсе мүлдем еленбей қалды. Келесі ойын бізде GTA Trilogy Definitive Edition. Ойын трейлерден бастап Хуя екендігі көрінді. Ойынның GTA 3, Vice City және де San Andreas деген нұсқалар шықты. Мен GTA 3-ті бір-ақ рет ойнап көргенмін. Ал GTA Vice City'ді 3 жасына бастап ойнағанмын. Сондықтан GTA Vice City'ден бастаймыз. Ең алғашқы релизінде графиканы мүлдем нашар қылып тастаған, және де Томиді қатты өзгертіп жіберген. 20 жылдан кейін барып Томидің сақалы өскен, бірақ та сол баяғыдай жүзе алмайды. Ойынның графикасы быт-шыт болып көрінгенмен, түнде өте әдемі, әсіресе неон түстері. Келесі бізде GTA San Andreas. Ойынның толықтай быт-шытын шығарған. Ойынның ең басты көзге түсетін тұманды алып тастаған. Неге екенін білмеймін, бірақ та ол ойынға шынайылық беретін еді. Тұман болмағаннан кейін қала кіттай сияқты көрінеді. Және де катсценалар мен CGI біртүрлі. Омыртқасының көтін айырып тастаған. Бұл үш ойын жайлы мен келесі видеода айтайын. Ал осы видео бітірген болса лайк басамыз, комментарий жазыңыз, бәріңе сәттілік, бәріңе пока достар. Арасының қимасыны жама шығым ғарап сырым көп тонып, қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Ағымданда маржан, ағымданда маржан далашығым. Ағымданда маржан, ағымданда маржан далашығым.